Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге пайдалы арна. Бүгін сіздерге асқабақтың пайдасы жайлы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Жалпы асқабақтың отаны оңтүстік және солтүстік Америка болып табылады. Ал әлемде асқабақтың 20-дан астам түрлері бар. Біздің Қазақстанда да бірнеше түрлері өсіріледі. Көпшілігіңіз аңғармай жүрген асқабақтың адам ағзасына тигізер пайдасы мол. Ежелден белгілі асқабақтың 7 пайдасын айтып өтемін. Бірінші пайдасы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Себебі асқабақ дәні өсімдік ақуызы мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар ағзадағы майды ерітіп, арықтауға көмегін тигізеді. Екінші пайдасы ағзаны ішек құрттан тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы нағыз ішек құрттың жауы. Үшінші пайдасы буын ауруынан қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұзды денеден шығарады. Керемет емдік қасиетке ие асқабақ буынды түрлі дерттерден сақтайды. Төртінші пайдасы жүкті әйелдерге өте пайдалы. Жүктілік кезіндегі жүрек айнуын осы асқабақ шырыны басады. Және де ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жесеңіз өте пайдалы. Ал бесіншіден ерлердің денсаулығын жақсартады. Простатитке ем. Простатит – қуық түбі безінің қабынуы, ер азаматтардың көпшілігінде кездесетін ауру. Аталған ауру денсаулығыңызға ғана емес, өмір сүру қалпыңызға да, төсектегі тірлігіңізге де кері әсерін тигізеді. Ал оның алдын алып, немесе сақтанғыңыз келсе, бір уыс асқабақ дәнін жеңіз. Емді күніне 3-4 рет қайталау арқылы айықпас дертіңізден арыласыз. Алтыншы пайдасы көңіл күйді көтереді. Асқабақ жесеңіз, ағзада серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Жетінші пайдасы асқазанды емдейді. Асқазанның шырышты қабатында дерт болатын болса, асқабақтан езбе дайындап ішкеніңіз жөн. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы орасан мол, бұдан да басқа пайдалары жетерлік. Күнделікті асқабақты және оның дәнін жеу арқылы ағзаңызды минералдарға, дәрумендерге байыта аласыз. Әрі көптеген дертке дауа табасыз. Әсіресе асқабақтың дәні нағыз пайдалы заттардың қайнар көзі. Ежелде асқабақ дәнімен жүрек қан тамырлар ауруларын емдейтін болған екен. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стақан шырыны немесе қайнатылған түрін жеу керек. Сонымен қатар тері ауруларында да пайдасы өте мол. Теріге есек жем, қышыма шыққан жағдайларда осы асқабақтың мәйегін алып, үккіштен өткізіп танатын болған екен. Сары ауру болған жағдайда да дәл осы асқабақтың мәйегін 4 ай қатарынан жеу арқылы дертіңізден айыға аласыз. Бауырға өте жақсы әрі пайдалы, әрі бауырдың жұмыс жасау қызметін жақсартады. Асқабақ шырынына бал қосып, жатар алдында ішер болсаңыз, жүйке жүйеңізді тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді тыныштық сыйлайды. Асқабақтың пайдасын айтып тауысу мүмкін емес. Достар, ақпарат ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар.